Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көрермендердің көзайымына айналған жұлдызды жұп сәбилі болды. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Халид Эргенч пен Биргюзар Карель үшінші рет ата-ана атанды. Қазір ана мен баланың жағдайы жақсы. Қазірдің өзінде қызға Ләйла деген есім берілгені белгілі болды. 39 жастағы Биргюзар Карель әлеуметтік желіде үшінші жүктілігі туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Жұлдыз нәрестені көтеру қиынға соққанын, ал жүктілік кезіндегі салмағының кесірінен күнделікті жұмысын жасау қиынға соққанын жасырмады. Әйтеуір сәби дені сау дүниеге келді деп, бұл туралы Халид Эргенчтің әйелі Инстаграм желісінде хабарлады. Ғашықтар баланың жынысын жасырмады. Сәбидің есімі бірнеше ай бұрын белгілі болды. Маған әрқашан Ләйла деген есім ерекше ұнайтын. Өткен жылы бәріміз үшін өте ауыр болды. Біз көптеген сынақтардан өттік. Сондықтан да біз жоғарыдан бата алғанымызға сенеміз, деді Эргенч. Еске салайық, ерлі-зайыптылар қазірдің өзінде Әли мен Хан атты екі ұл тәрбиелеп отыр. Ерлі-зайыптылардың ең кіші баласы 2020 жылы дүниеге келген еді. Көп ұзамай үшінші жүктілігі Биргюзар үшін күтпеген жағдай болды. Алайда актриса түсік жасату туралы ойлаған да жоқ. Оның үстіне ерлі-зайыптылар қызды көптен армандаған екен. Биргюзар Карель келесі 2 күні ауруханада өткізеді. Содан соң кейін ол нәрестемен үйіне оралады. Жанкүйерлер актриса ұзаққа созылған демалыстан жақын арада шығады деп үміттенеді.